Баршаңызға сәлем, дәмді кеңестер каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен карамельді пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналыма жазылып, видеоны соңына дейін менімен бірге тамашалаңыздар. Ең бастысы, бұл пирогтың құрамына қажетті заттардың барлығы қолжетімді және тез оңай дайындалады. Осы рецепттен дайындап көруге кеңес беремін. Таза ыдысымызға қантымызды салып, оның үстіне бөлме температурасында жұмыртқаны салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Жұмыртқамыз бен қантымыз жақсылап біркелкі болғанға дейін араластырып алған соң, бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін осы қоспамыздың үстіне ұнымызды електен өткізу арқылы разрыхлительмен бірге осы қоспаға қосып, жақсылап қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, нәзік болып шығады осындай. Осы қамырымызды бірден формамызға түбіне мен осылай сары май жақтым. Осы формамызға біркелкі етіп, тегістеп, жан-жағына жайып орналастырып шығамыз. Қамырымызды жақсылап тегістеп алғаннан кейін, силиконовый лопатканың көмегімен ары қарай тегіс емес жерлерін жақсылап жайып аламыз. Және ең соңында осы қамырымыздың шет-шетін әдемілеу үшін шанышқының көмегімен шет-шетіне осылай тегістеп аламыз. Және қамырымыздың түп жағын мен осылай шанышқының көмегімен әр жерінен бір жүріп өттім. Біз қамырымызды дайындап болдық, енді ішіне салатын салмасын дайындауға кірісеміз. Ең алдымен таза ыдысымызға вареный сгущенкамызды, сметанамызды және 3 жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап осылай араластырамыз. Барлық масса қоймалжың болғанша, біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Сосын осы қоспамыздың үстіне 1 шай қасық жүгері крахмалын қосамыз. Жүгері крахмалын қосқаннан кейін де жақсылап осылай араластырамыз. Біздің салмамыз дайын болды. Енді осы салмамызды қамырымыздың үстіне құйып шығамыз. Біздің карамельді пирогымыздың жалпы дайындалу әдісі осындай. Сіздер осы пирогты 180 градуста 30-35 минутты алдын ала қыздырылған пеште жақсылап пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын болды. Карамельді пирогымыз осындай болып піседі. Енді осы пирогымызды ыстық пештен шығарғаннан кейін бөлме температурасында жақсылап суытамыз. Пирогымыз дайын болғаннан кейін бетіне шоколадты ерітіп, осылай бетіне әдемілеп жағып шықсаңыздар болады. Пирогымыз дайын болды. Енді осы пирогымызды дастарханға қоя берсеңіздер болады. Менің каналыма жазылып, лайк басып пікір жазыңыздар. Ас болсын.